Қайырлы күн. Бүгін асқабақпен драник жасайтын боламыз. Біз бісміллә деп бастаймыз. 200 грамм чечевицаға кипяток құйып 30 минут күтеміз. 30 минут өткен соң жуа мен чечевица екеуін блендерден өткіземіз. Теркадан өткізілген морковь, 400 грамм асқабақ, блендерден өткізілген чечевица, тұз, сушеный чеснок бәрін араластырып форма жасаймыз. Қатты қызып тұрған майға драниктарымызды сала бастаймыз. Орташа температурада әр сторонасын 4-5 минут қуырамыз. Осы рецептпен драник бірінші рет жасап тұрғандықтан алғашқысын майға қуырдым, қалған бөлігін духовкада пісірдім. Бұл драниктің құрамында чечевица бар. Чечевица железо, фосфор, магний, калий, кальций, омега-3 сияқты пайдалы микроэлементтерден тұрады. Егер дәмі ұнамаса, осылайынан қаймақпен жесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.